Всем привет! Сендермен бірге мен Ақбота. Бүгін бізде Чикана мейкабына туториал болады. Мен өзім бірінші рет жасайын деп жатырмын, бірақ оған дейін мен платина мейкап және де бэди стилінің мейкаптарын жасағанмын. Қазір біз аксессуардың сывырткасын жағып аламыз. Ютубтан мен көрдім. Чикана мейкабына туториалдар, оказывается, өте аз, даже почти жоқ. Только анандайлар бар. Тиктокқа түсірілгендерді салып қойғандар бар. Менің көруім бойынша олар бірінші қастарын жасап алады, сосын көзін, сосын барып тонды жасайды. Сол үшін біз қазір қасымыз жасаймыз. О май гад. Ё-моё, не деген қас болды мына ғой. Ойбай. Қазір мен өшіріп келген қасымда сүрттім, бірақ мына жерлерде қаралар кетпей қалды. Мынау не енді достар? Мынандай қас примерно жасаймыз мына жаққа да. Ужас достардан қараңдар. Дальше тоналканы аламыз. Қасымыздың жан жағын консилер емес, тоналкамен бұлай обводить етеміз. Мен мынандай кисточкамен жасаймын. Достар үшін осылай жасадым қасымда. Ары қарай біз көзіміздің аяқтарына жасаймыз бұлай. Достар, мынандай бізде ужасный бірдеме болды. Мен переход түсіріп келейін достар. Достар, қазір біз консилерім қайтамен мынандай аппақ консилер қолданамыз. Бірінші жерлерге бұлай жағып, мен кішкене уақытқа қойып қоямын. Ой. Қалында мен не істеп тастадым, вообще ужас. Кішкене күте тұрайық. Так, все, достар, жалғастырамыз. Не знаю, қанша уақыт өтті, мне кажется, өте аз. Көзімізді былай не қыла береміз. Мен көрген туториалда өте қатты көзін аппақ қылған, осындай консилермен. Но менікі ондай аппақ болған жоқ. Білмеймін, көреміз. Мен айнамды алып келдім, чтобы сендерге қарап былай бояну үшін. Қараңдар, қандай қатты күшті болып жылтырайды. Сендер қазір көресіңдер, макияж қалай адамды өзгертіп жіберетінін. Тағы консилер жағамыз көзімізге. Мынандай ұзын тырнақ керек еді маған. Оны скоро жаздамыз, кішкене күту керек, бір айдай. Вот, в общем, достар, ары қарай
мынандай. Мынаны қолданамыз қазір біз. Мынандай кішкентай пуховкамен аламыз. Все, достар. Енді тонға келеміз. Мына тоналкамды қолданамыз. Отасын шама. Мен бұны кисточкамен жаққым келіп тұр. Мындай. Фиксатормен былай нетеміз. И мынаған тоже не аламыз. Жағамыз сосын. Ан жақта бізде кино болып жатыр. Мен когда-то көретін едім. Осы кезде де анда-санда көріп жүргем. Достар, мен ше дұрыс жасадым. Мен вообще өте көп тоналка қолданып жатырмын. Ой, блин, не знаю, в общем, не істеп жатқанымды өзім білмеймін. Бетімізге фиксатор сеппесек. Ужасно болады. Все, жағамыз, достар. Тон просто... Ё-моё, это просто маска, достар. Но маска ұқсап тұрмаған. Посмотрите на это. Кстати, менде бір өте әдемі қара кофта бар еді. Просто ол мыж-мыж етті. И ешқашан кимеген. В общем, сондай бір кофтам бар еді, әдемі, ешкім көрмеген даже. Вот. Сол кофтаны іздеймін ғой мен бүгін. Енді осы макияж істейтін болғаннан кейін. Таппаймын ғой, блин. Жоқ сонымен ол кофта. Негізі осы стильге келетін кофта еді. Фу, что это такое? Ну, хотя тон просто күшті тұр. Қараңдар. Все, как пудра тастау керек на бетті болмайды. Контуринг жасап тастайық. Легкий контуринг жасау керек. Мне кажется, сондай оларда. Блин, а что такое? Ё-моё!
телефон өмірде слишком былай көрініп тұрған жоқ, достар. Түрім антым ұнап тұрған жоқ. Маған без макияжа түрім ұнап тұрған кезде мен макияжым просто күшті шығады да, ал без макияжымсыз, значит, мен істеген макияжым да ужасно шығады деген сөз. Вот. Мен білмеймін, бұлардың румяна қолданамын, қолданбаймын ма? Мне кажется, мен қолдана саламын. Бірақ өте аз мөлшерде. Неге менің түрім 4 бұрышты тұр, адам ұнап тұрған жоқ түрім. Мына жерге контурик негізі кәдімгі әсер етеді екен, иә? Вот так вот, типа. Давайте бейкинг. Мынандай үлкен пуховка аламыз бұл жолы. Мұрынға контуринг жасаймын олар негізінде. Мен үшін екі бетім екі түрлі болып жатыр. Фуна макияжды жүруді айтыңдар шынды. Фу, достар. Мұрынға контуринг жасаймыз. Енді көзімізді бояймыз тенемен, коррегермен, то есть. Так, мынандай да алып. Ё-моё, сендер тонның қалай идеально тұрғанын білмейсіңдер. Айнадан капец, күшті тұр тон. О май гад, я не могу просто.
베이킹 때인데 축축 하면서. Эти межреснички, сам сказал на сна. Қазтралсамыз. Мына жақтан бастайды. Қышын шығарғырдан енді. Oh my god. Старый, надо все ужасно стрелка шықта. И ужасный макияж. Қазір кірпік жабыстырамыз. Кірпіктің үстінен кірпік жабыстырып көрейікші қалай болады екен. Ё-моё! Мынау кірпік деген кошмар ғой, достар, какой-то. Макияж жасамай ақ қойдым. Нагыз салыстырыңдар ал. Достар, ужас просто. Мен без макияжа тұрым жақсы ғой, достар. Мына хайлайтарды қолдана берейік, как обычно. Ерінің ортасы, кстати, ақ болады. Все, енді біз шашты былай жабыстырамыз. Таза андай вайбы келеді екен совсем ана мен привеспен и тіс щеткасымен жабыстырамын бұндайда. Себебіз шаштарды аламыз. Шашқа арналған гелім жоқ, в общем. Достар, мынау енді бөлек әңгіме.
Достар, все, біздің макияж бітті. Ура! Жерлерін зорға істедім прелестпен. И мама айтады маған, 25-ші майға өйстіп өзің боянасыз деп. Блин, қараңдар. Шашым жанап тұр еще. Может, шашымды осылай жасап. Реально 25-ші майға осылай өзім жасай саламын. Ну что за достар? Почему она например маған тұр? Кіміне білесіз ба? Соны көзімізге жақып көреміз. Вот, короче, мынандай. Мен білмеймін бұны қалай ашатынын. Блин, а блеск прям күшті жылтырайды, қараңдар. О май гад. Киімді ауыстырып келемін да. Эти тут срезали. Все, ой, блин, алажамын көрініп. Ну, пофиг. Все, достар, мен киімді ауыстырып алдым. И посмотрите, мынандай аксессуарлар тағып алдым. Все, достар, біздің макияжымыз осындай. И всем пока!